Кубтың бір жағының периметрі тең 32 сантиметр. Периметрінің формуласын жазатын болсақ, тең 4 көбейтілген А. Енді екеуін теңестіретін болсақ, 4А тең болады 32. Осыдан Аны табатын болсақ, А тең болады 32 бөлінген 4. А тең болады 8-ге. Енді кубтың бетінің ауданын табатын болсақ, оның формуласы, яғни S тең 6А квадрат. Демек, орнына қоятын болсақ, 6 көбейтілген А бізде 8-ге тең, демек 8-дің квадратына. Осыдан 6 көбейтілген 64 тең болады 384 сантиметр квадратқа. Енді көлемін табатын болсақ, көлемнің формуласы Аның кубы. Бұл тең болады А көбейтілген Аға. А ол 8-ге тең, 8 көбейтілген 8 көбейтілген 8. 8-дің 3 дәрежесі 512 болады. Сонда 512 сантиметр куб.